Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы арифметикалық квадратты бір қасиеттері. Бірінші қасиетке келетін болсақ, бұл жерде бізде екі санның көбейтіндісі түбір астында берілетін болса, біз осы екі санды жеке-жеке квадрат түбірге аламыз. Екінші қасиет, егер де бізде түбір астындағы екі санның көбейтіндісінің квадраты берілген болса, онда біз жеке-жеке осы екі санның квадраттарын жазамыз. Және бізде квадрат пен түбір қысқарып, А және Б-ның көбейтіндісі ретінде жазамыз. Үшінші қасиет дәл солай. Квадрат пен түбір қысқарып, тек қана сол санның өзі қалады. Келесі, егер екі санның қатынасы түбірдің астында болса, осы екі санды жеке-жеке түбірдің астына аламыз. Келесі, екі түбір астындағы санның қатынасының квадраты берілген болса, біз дәл солай оны бір түбірдің астына алып квадраттаймыз. Яғни бізде квадрат пен түбір қысқарады қасиеті бойынша, және тек қана осы екі санның қатынасы ретінде жазамыз. Енді мысалдарға келетін болсақ, түбірдің астында 9 көбейту 16 берілсе, біз оны не істейміз? Қасиетін қолданып, әрқайсысын жеке-жеке түбірдің астына аламыз. 9-ды түбірдің астына аламыз және 16-ны. Түбір асты 9-дан бізде 3 шығады, түбір астындағы 16-дан бізде 4 шығады. 3 пен 4-ті көбейтсек, бізде 12 болады. Келесі, тағы бір мысал қарастырайық. Түбір асты 5 көбейтілген түбір асты 20. Олар бізде өздігінен түбірден шықпайды, сондықтан оларды қасиетті қолданып, ортақ түбірдің астына аламыз. 5 көбейту 20. Екеуін көбейтетін болсақ, 5-ті 20-ға көбейтеміз 100. 100 бізде түбірден шығады, ол 10. Тағы бір мысал қарастырайық. Бұл жерде де 6-да 54-та бізде түбірдің астынан шықпайды. Ең алдымен оны бір түбірдің астына аламыз. Содан кейін 54-ті жіктейміз. 54 қандай екі санның көбейтіндісі. 54 ол бізде 9 көбейтілген 6 ретінде жазамыз. Демек 6 көбейту 9 көбейту 6. Енді бізде 9 өздігінен түбірден шығады. 6 мен 6-ны бір-біріне көбейтсек 36 көбейту 9. 36-дан бізде қанша шығады? 6, 9-дан 3. Демек оны жеке-жеке түбірдің астына аламыз. И түбірден шығарып тастаймыз. 36-дан бізде 6 шығады, 9-дан 3. 6 көбейту 3, 18. Енді аралас санды түбірден шығару үшін не істейміз? Ең алдымен оны бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Бұрыс бөлшекке айналдыру үшін не істейміз? Бөлімі бізде өзгеріссіз қалады. Алымындағы санды жазу үшін бүтін бөлігін көбейтеміз бөліміне, қосамыз алымын. Демек 4-ті көбейтеміз 49-ға, қосамыз 29-ды. Ол бізде 225-ті береді. Түбірдің астында. Енді 49 бізде түбірден шығады, 225-те түбірден шығады. Демек, осы сандарды жіктеудің қажеті жоқ. Әрқайсысын жеке-жеке түбірден шығарамыз. 49-дан бізде 7, 225-тен 15. 7-ден 15. Осыны аралас сан ретінде жазсақ болады. Яғни 7-ден 15 дегеніміз 15-ті 7-ге бөлеміз. Бүтін бөлігі 2. 7 өзгеріссіз қалады, қалдығын алымына жазамыз.